Сәлем, everybody. Бір 3 ай бұрын бір үлкендеу кісі, жасы 60-тардағы кісіні проституткаларға тасығаны туралы видео салғам. Міне мына видео. Сол кезде жаңағы кісіні ана жерден мына жерге тасып бір жақсы ақша істеп алғам. Енді ондай удача енді қайтып келмей шығар деп ойлап жүргем. Бір күні жаңағы әйеліммен бірге тойға бардым. Әйелімнің туыстарының тойы екен. Сол той сағат 9-да басталды. Жаңа 9-да отырдық. Сағат 10-дарда примерно уже тамақтанып алдық бәріміз. Сосын жаңағы әйеліме айтам, мына жерде вообще бір адамды да танымаймын мен кәдімгідей. Скучно болып отыр маған. Мен одан да барып, машинама барып, жаңа қазір футбол болып жатыр, жаңағы Фенербахче Бенфика Лига чемпионов. Сол ойынды барып қарайын дедім. Сосын әйелім айтады, маған да скучно болып жатыр енді. Барсаң өзің білесің ғой деді. Жаңа шығып кеттім. Сыртқа шығып, жаңағы машинама барып, жаңа телефонымды қосып, футбол қарап отыр едім. Бір кезде біреу бүйтіп тереземді қағады. Тереземді бүйтіп ашсам, түсірсем, бір жігіт, примерно бір 40-тардағы, қара торы келген, футбол киген, жаңа шорты киіп алған. Мына жеріне бір сумкасы алған былай. Маған айтады, такси емессіз бе деп. Мен айтам, жоқ, өзім тойға келіп отырмын. Такси іздеп жүр едім. Не істейін деп едім? Бір проституткаларға барам ба дегем, депоға. Кішкене енді бір 2 бутылка ма, 3 бутылка пиво ішкен енді. Сосын мен айтам, проституткаларға барам дейсің бе? Не ма? Қанша төлейсің дейді. Ол айтады, 2000 дейді. Жоқ, мен не? Тойда келіп отырмын, тойға футбол қарап отырмын. 3000. Кеттік дедім. Содан жаңа екеуміз депоға салып алдым да депоға қарай бастым. Жаңа депоның астында проституткаларға алып баратырмын. Жаңа әңгімесін бастап келатыр. Жаңағы немін дейді. Брусчатка төсеп жатырмын дейді. Осы Орал қаласында қазір Оралдың бәріне брусчатка ауыстырып, брусчатка төсеп жатыр ғой. Брусчатка төсеп жатырмын. Сол бүгін аванс алдым. Қалтамда 18 000 теңге ақшам бар қазіріне. Бір проститутканы барып жалдап алғым келіп тұр дейді. Ну, давай. Өзің не, осы жерде тұрасың ба? Өзім мына жаңағы осы тойхананың алдында тұрам дейді. Давай. Бірақ енді не? Проституткалар 18 000 проституткаға жете ма? Міне барлық ақшам деп кәдімгі наличка ақшаны көрсетіп тұрмын, 18 000. Мен айтам, 18 000-ның 3 000-ын маған бересің ғой. Сонда 15 000 қалады, жете ма ол саған? Жетеді деп 3 000-ды алды да маған берді. 15 000-ның қалтасына салып алды. Содан жаңағы депоның алдына келдік. Депоның алдына келіп түсті. Маған айтады, сен күте тұр. Мен бірінші қарап шығайын, сөйлесіп шығайын. Тауып атсам, саған паса бер деп айтам ғой дейді. Содан кіріп кетті бір кезде. Бір кезде шығып келе жатыр, жынданып кәдімгідей. Артынан біреулер айқайлап жатыр. Пошел ты, иди туда деп кәдімгідей. Не болды деп жаңа кірді машина. Ой, мында деген боқтап жатыр кәдімгідей. Вообще баратын жер емес екен. Сағаты 25 000 тұрады мында. Мен осы жерде арзан деп келіп едім, 25 000. Кеттік, басқа жерге апаршы мен дейді. Мен айтам, енді басқа жерге барғанда енді төлейсің ба десем, 3 000 теңге. Кеттік, ана Крисқа апаршы дейді енді. Давай дедім, 3 000-ны салып алдым. Сосын жаңа жолда келе жатырық екеуміз Крисқа қарай. Крис деген енді кафе. Проституткалар жүретін кафе. Мен айтам, негізі қазір енді 12 000 теңген қалды. 12 000 жете ма енді анда? Ол айтады, Криста кілең анандай 40-тан шыққан проституткалар жүреді. Оларды спокойно мен 12 000-ға сындырып аламын. Мен деген өзі ішіп келе жатыр, ішкен жаңа 2-3 бутылка, еще қолында 1 бутылка пивосы бар. Мен деген любой адамды любой жерде сындырып тастаймын, сөзбенен. Ертең мына Оралға Путин мен Тоқаев келе жатыр. Путинді да даже кездестіріп, айтатын сөзімді айтам керек. Кәдімгідей әңгімені жіберіп кәдімгідей. Любой сөзбен сындырам ғой дейді. Содан жаңағы Кристің алдына келдік. Кристің алдына келсек, жаңағы 2-3 проститутка жүр кәдімгі алдында. Мына жігіт түсті де барып, қасына барып проститутканың былайын алды, ішіне кіріп қарады, бүйтіп қайтып шықты. Бір кезде маған қайтып келіп тұр машинаға. Не болды?
брат не ғой, келістіріп пейші, біреумен сөйлесіп пейші дейді. Мен айтам, қалай сен жаңа өзің деген даже Путинді жеп тастаймын деп жатыр едің ғой сөзбен. Білмеймін, мен сөйлесе алмаймын мыналармен, сөйлеспейші бар дейді. Жақсы деп сосын кірдім өзім барып жаңа крисқа. Ішіне кірсем, ішінде кәдімгі бордель ғой кәдімгідей. Жігіттер ішіп отыр, әйелдер бүйтіп жүр айналасында. Сосын былай қарадым да, ойна. Мына жерден камералары болып, ертең бір сводкаларға ілініп қалып жүрермін. Дедім де қарап тұрдым да, сосын шығып кеттім. Не болды дейді ана жігіт. Мен айтам, не? Сөйлесе алмадым мұнда, не? Қымбат, 20 мыңнан жоғары сұрайды дедім. Жақсы онда, не ғой онда, брат? Кеттік, мен тағы бір жер білем, жаңа Плодовочныйда бір сауна бар, соған апаршы. Енді оралдыкілер болса, Плодовочныйдағы саунаны бәрі біледі, енді атын айтпай ақ қойын қазір. Мен айтам, енді маған төлесең мен бара берем дедім. Ол айтады, брат, саспа, 3000 теңге деді, алды да тағы 3000-ді берді. Мен айтам, маған 3000 бердің, енді өзіңде 9000 қалды. 9000-ға анда сен ала алмайсың ғой десем. Брат, саспа, кеттік, басшы деді. Содан жаңа Плодовочныйға келдік, жаңа саунаның алдында вороты тұр. Воротының алдында уже 2 проститутка тұр. Уже ана екеуіне қарадым да, уже мына жігіттің шансы жоқ екенін байқадым. Былай енді түрлері нормальны. 9000-ға вообще жақындамайтын адамда, жақындамайды ғой аналар. Сосын барды бір кезде, аналарға барды, аналар білмеймін, куда подальше жіберген сияқты. Ішіне кірді, ана воротның ішіне кіріп кетті бір кезде. Воротның ішіне кірді, мен сыртында машинаның ішінде отырмын, бір кезде айқай-шу шығып жатыр, айқай-шу. Не болып жатыр екен деп воротны ашып қарасам, бір проститутка мынаны ұстап алған, итеріп жатыр мынаны. Мынау да бірдеме деп айқайласып жатыр, кәдімгі анау орыс екен еще ана проститутка. Сосын шауып бардым бүйтіп, мына жігітке айттым, кеттік десем, мына жігіт айтады, кетпей, мына по-любому біреумен келсем деп. Ана проститутка айтады, иди отсюда вообще, кто ты такой? Тебе здесь не место деп айқайлап жатыр. Бір кезде менің телефоным звондап жатыр бүйтіп. Қарасам, әйелім звондап жатыр маған. Бастым. Алло, не болды? Сен қайдасың? Уже біздің тос жақындап қалды. Сен машинада отырсың ба дейді. Бір кезде ана проститутканың дауысы естіліп жатыр. Да твои 9000 вообще никому не нужны. У меня час стоит 35 000. Иди отсюда. Әйелім. Не болып жатыр анда? Мен айтам, Фенербахче Бенфика ойны болып жатыр. Сосын басып қойдым. Сосын жаңа жігітті шығарып алдым енді. Машинаға отырғызып алып, сосын айтып, жігіт айтады, вообще мында ештеңе жол болмады енді. Бейтші, брат, сен мені базарға апаршы. Базарда өзімнің постоянно барып жүрген бір әйел бар. Соның үйіне апаршы мені дейді. Мен айтам, төлесең апарам ғой. Саған айым ба, 3000 теңге. Кеттік сол базарға дейді. Давай деп базарға келдік. Базарға келдік. Базардан бір, базардың қасында жаңа двухэтажка үйлер бар. Соның біреуіне айтады маған, қазір мына кірем, сен күте тұр осы жерде. Егер есік ашпаса, онда саған қайтып келем дейді. Мен айтам, сенде ақша қалмады ғой, 6000 теңге қалды ғой, не істейсің онымен десем. Мынау деген баяғыдан өзім таныс әйел ғой. Осы 6000-ға как раз мынау выпивка алам. Сосын осы жерде қалам шығар. Сен бірақ енді на всякий случай күте тұр дейді. Мен айтам, ладно. Кіріп кетті сосын. Бір 10 минуттан кейін шығып тұр. Не? Ашпады ешкім есік дейді. Ешкім жоқ па, білмеймін. Қақым, ешкім есік ашпады. Енді не істейсің? Енді бүйтші, брат. Зачаганскіда круглосуточный жаңағы не бар? Автомойка. Сол жерде өзімнің досым істейді, Мерас деген. Сол жаңағы не? Қыздарды таниды. Соған апаршы. Соған барып, сонымен бірге кішкене әңгіме айтып отырып, қыздар шақырып алармыз. Апаршы. Мен айтам, апарам ғой, не? Төлесең болды ғой, апарам ғой. Мына 6000 теңгеден саған тағы 2000 берейін. Апаршы сонда деп. Екеуміз шығып алдық та бастық жаңағы. Автомойкаға келдік.
түнгі сағат 1 примерно. И автомойкаға келгеннен кейін кіріп кетті. Мен айтам, күте тұрайын ба? Күте тұр, қазір мен өзім кете бер деп айтамын саған дейді. Кіріп кетті де бір кезде шығып тұр. Не болды? Бля, бүгін мирастың смены емес екен. Мен айтам, бля, сен кәдімгі жолы болмайды десе, жолы болмайтын жігіт екенсің. Не істейсің? Үйге апарып тастайын ба? Жоқ, үйге апарма сен мені. Сен маған мына мирастың үйіне апаршы. Мирас деген жаңағы Желмая 49-да тұрады, птица фабрика дейді. Мен айтам, бля, птица фабрикаға бармаймын. И то тем более Желмая 44-ке бармаймын. Ана жақта жол жоқ. Мә, 4.000-ді қалтасын шарпып, қалған 4.000-ға, мә, 3.000-ны. Апаршы Мирасқа. Давай кеттік дедім. Содан Мирастың үйіне бардық. Желмая 44-ке, птица фабрикаға. Одан барып, жер үй екен, енді қақты. Ешкім аспайды. Кілтеніп тұр, вообще свет жоқ. Қайтып шықты сосын. Не болды? Мираста жоқ үйінде. Не істейміз? 1000 теңгем қалды міне. Не шеш? Үйге апарыпса мені. Қай жерде тұрады едіңіз? Жаңағы той болып жатқан ресторанның қасында тұрам бол. Давай деп 1000 теңгесін салып алдым, бастық екеуміз ресторанның қасындағы үйге. Сосын ресторанның қасында үйге келдім, түсіп қалды сосын. Былай алғанда 18.000 теңгені маған просто бір 3 сағатқа менімен бірге кататься етіп келген үшін 18.000 беріп кетті ғой маған. Енді кетейін деп жатсам, маған келіп тұр, терзияға. Не болды десем? Брат, не ғой? 1000 теңге қарызға берсеші, мына жерден бір 2 бутылка пиво алайын деп. Давай деп алдым да басып жібердім. 1000 теңгесін өзіне беріп жібердім. Кетті сонымен. Сосын кафеге келдім, ресторанға келдім, примерно 2 болып қалды сағат. Той бітіп жатыр екен енді. Әйелім шығып келатыр. Сосын әйеліммен не болғанын айтып, проституткаларға барғанын айтып, сосын татуласып, машинаға отырғаннан кейін айтам, үй жаққа баратып қой енді. Не кейін? Бір адам индравермен салып алайын деп, индраверді қоссам, толып заказдар шығып жатыр рестораннан. И бір заказ шығып тұр бейді. Рестораннан Желмая 44 Мирас деген біреу шығып тұр. Жаңағының досы үйінің қасында ресторанда тойда екен. Енді бірақ енді оны алған жоқпын мен. Үй жағыма қарай мен басқа жақта тұрам. Тағы бір ерлі зайыпты шықты. Соларды салып алып үйге қарай бастым. Жолда ерлі зайыптылар сұрайды, сіздер де осы тойдан шығып кетсіздер ма деп. Мен айтам, қалай той ұнады ма? Мен айтып қоям, той деген вообще керім болды, супер болды. Естен кетті той болды. Ал бүгінше осы. Лайк, шер, коммент сізден. Жақсы көңілге менен. Сау.